Ол тірі болуға, бақытты балалық шаққа, келешекте өзінің ұрпағын қалтыруға лайық еді. Бірақ өкінішке орай қатыгездік пен мейірімсіздіктің құрбаны болды. Оның өмірі қасақана қатыгез жолмен аяусыз суық пышақтан үзілді. Ең сорақысы, бұл қылмыс оның туған ата-анасының көз алдында аса бір қатыгездікпен, аса бір жауыздықпен аяусыз жасалған. Онымен қоймай, сотталушылар Шерзаттың жақындарына, яғни ата-анасы Нұрымов Қаржаубай мен Бишімбиева Гүлбараға, әжесі Кадирова Жұмабикеге де күш көрсетіп, ағасы Гайыпбаев Нұрғанаттың да өміріне қастандық жасаған. Осы ауырлықты сезіне отырып, қылмыскердің жазасыз қалмауы және қылмыс санатының ауырлығына қарай қатаң жазалану принципін ұстанамыз. Мұндай резонанс тудырған істер бойынша әртүрлі пікірлердің айтылуы да орынды. Алайда құқық қорғау органдарының адресіне айтылған орынсыз пікірлерге ақыл, парасат көзімен қарап, әртүрлі арандатушылық әрекеттерге жол бермеу жағында қатаң ұстау қажет. Адам өмірінің эквиваленті жоқ. Оның орнын еш нәрсемен толтыра алмаймыз. Енді осы қылмыстық іс бойынша көпшіліктің көңілінен шығатын әділ шешім қабылдау және істі сөз бұйдаға сала бермей нүктесін қою қажеттігі баршамызды толғандырып отырған анық. Қатаң жазамен заңға сәйкес қабылданған сот үкімі ғана әділдікті қалпына келтіре алады. Өз кезегінде қылмыстық істі әділ әрі заң талаптарына сәйкес шешу үшін уәкілетті органдар тарапынан барлық шаралар қабылданған. Тас түскен жеріне ауыр дейді, бірақ біз заң өкілдері ретінде мемлекет атынан сөйлеп тұрғандықтан, сол тастың ауырлығын жеңілдетпесек те, әділ шешіммен орнын толтыруға тиіспіз.